Кезекті рецепт домалақ самса рецепті. Бізге қажетті заттар: ұн, ұнымызға бір жұмыртқаның сарысын саламыз, ал ағын жаңағы осындай кішкентай банкаға салып тоңазытқышқа қойып қоясыздар. 3-4 қасық қаймақ, шым тұз және 200 грамм сары май. Осы қоспаларды жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақтау келген болғанша жақсылап мұжып илеп аламыз. Екіге бөліп алып, осылай пищевой пленкаға орап тоңазытқышқа қоямыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бізде картоп, 2 кішірек картоп болады, немесе 1 үлкен картоп, 2 пияз, 2 орташа көлемдегі пияз және 250 грамм тартылған ет. Бұрыш қосамыз, қалауыңызша. Жарты шай қасықтан астам тұз қосамыз. Жақсылап еті мен сарымсағы, картопы, тұзы барлығы араласқанша жақсылап араластырамыз. Жаңағы қамырымызды мен 2 түрлі самса жасаймын, сондықтан да бірін үлкен қып, бірін кішкентай қып бөліп алдым. Үлкендеу бөліктерінен сопақша келген самса жасаймыз. Видеодағыдай қамырымызды жайып алып, осылай самса жасаймыз. Әдемілеп өріп аламыз. Тағы да бір рет көрсетемін. Енді келесі домалақ самса. Домалақ самсаны жасау үшін 2 кішкене дөңгелекше қамырды жайып аламыз алдымен. Бірінің үстіне бірін қойып, арасына фарш, жаңағы салмамызды салып, осылай өріп жасаймыз. Алдымен 2 домалақша нанымызды, қамырымызды дайындап алып, бір-біріне жауып, осылай видеодағыдай өріп аласыздар. Әдемі. Тағы да бір рет көрсетемін. Видеода анық көрсетілген. Осылай өріп аласыздар. Енді жаңағы самсаларымызды бір жұмыртқаның сарысымен кішкене ағын араластырып жіберіп, беттеріне жағып аламыз. Беттеріне кунжут сепсеңіздер әдемі болады. Мен кунжут сеуіп жатырмын барлығына. Және 180 Цельсий градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне осындай әдемі самсаларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.